Әмеңгерлік. Бірінші бөлім. Әмеңгерлік. Ертеден келе жатқан халқымыздың дәстүрі. Күйеуі өліп жесір қалған әйелдің қайнағасына, немесе қайнінісіне, не болмаса жұбайының ең жақын туыстарының біріне тұрмысқа шығуы, некелесуі. Бұл қазақ қоғамында ерте заманнан аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін мұра, әйел ерден кетсе де елден кетпейді деген қағида. Әмеңгерлік мәселесі ру ақсақалдарының басқаруымен қандас туыстардың арасында мұқият талқыланған, ортақ ұйғарыммен шешілген мәселе. Көшпелі тұрмыс салтында жесір әйелдің жалғыз өзі күнелтуі, күйеуінен қалған бала-шағаға, мал-мүлікке жалғыз өзінің ие болуы қиын. Бөгде, тегі бөлек біреуге тұрмысқа шықса, балаларына өгейлік жасап, мейірімсіздік танытуы мүмкін. Екіншіден, күйеуінен қалған мал-мүлік талан-таражға түсіп, жетім балалар нәпақасыз қалуы мүмкін. Үшіншіден, бөгде біреуге тұрмысқа шығатын болса, әкелерінің қандас, аталас туыстары жетім балаларды анасынан ажыратып алуы ықтимал болған. Абай Құнанбаев інісі Оспан дүние салғаннан соң, оның жұбайы Еркежанға үйленді. Қазақтың бұл дәстүрі әмеңгерлік деп аталады. Халқымызда қазақ жесірін қаңғыртпаған деген сөз бар. Яғни жесір мен оның балаларын өз әулетінде сақтап қалу. Қазіргі қоғамда осы дәстүрді жаңғырту қажет деген сөздерді көптеп естіп жүрмін. Сонда жөзекшелік пен жетімдер үйі болмас еді. 21 ғасырда осы дәстүріміздің сақталып келе жатқанын естігенімде таң қалғанымды жасыра алмадым. Бүгінгі кейіпкерім осы дәстүр бойынша күйеуі қайтыс болғаннан кейін 2 баласымен жесір қалған екен. Сол кезде әулеттің үлкендері ақылдаса келіп, кейіпкерімді үйленбеген бойдақ қайнінісіне қосып некелестіріпті. Әмеңгерлік дәстүрі бойынша қайнінісімен екінші рет отбасын құрған кейіпкерімнің өмірі қалай өрбиді? Мен 1979 жылы оңтүстік Қазақстан облысында Өзбекстанмен шекаралас кішігірім ауылда дүниеге келдім. Отбасында ата-анам, үлкен 2 ағам және әпкеммен 6 жан едік. Мен үйдің кенжесі болатынмын. Тұрмыс жағдайымыз өте төмен еді. Ес білгелі ата-анам мен ағаларым егістікте жұмыс істейтін. Әкем мен анам момын кісілер болатын. Әкемнің қасапшылық өнері бар болатын. Той жиындарда құдай тамақ соғым соятын уақыттарда мал сойып аздап тиын-тебен әкелетін. Үйге ет алып келетін. Есейген соң үлкен ағам үйленді. Кейін екінші ағамда әскерден келіп үйленіп, ауламыздан кішігірім үй салып сонда бөлек шықты. Ал әпкем шекаралас Өзбекстан аймағындағы көрші қазақ ауылына тұрмысқа шығып кетті. Мен мектеп бітірген соң оқуға түсе алмадым. Өйткені ата-анамның бізді оқытатындай жағдайы жоқ еді. Сонымен ешқайсымыз жоғары білім ала алмадық. Осылай жүргенімде әкемнің бір туысының қызы тұрмысқа шығып, барған жері той жасады. Мен сол туысымыздың қызының жанында тойда қыз жолдас болдым. Той ауылда арнайы безендірілген палатканың ішінде өтті. Шамамен 100 адамдай қонақтар бар еді. Болашақ жарыммен осы тойда таныстым. Бекарыс күйеу баланың ағасының досы екен. Менен 8 жас үлкендігі бар еді. Бұрын үйленбеген, сұр бойдақ екен. Ұзын бойлы, аққұба келген өте сымбатты жігіт еді. Мен оны бір көргеннен ұнатып қалып едім. Сол тойдағы мен секілді бойжеткендер де Бекарысқа ғашық болды. Ол да өзінің сымбатты екенін біледі екен. Шашын сілкіп қойып, артқа қарай қайырып, би дегеннің түбін түсіреді екен. Кеш бойы ұрланып Бекарысқа қарай бердім. Бір кезде жанарымыз түйісіп қалды. Осы сәтте жай ырғақтағы әуен ойнап, Бекарыс маған жақындап келіп мені биге шақырды. Мен өзімді сұлумын деп санамайтынмын. Бойым аласа, қараторы қыз едім. Алайда қыпша белді, мүсінімде бір мін жоқ. Қолаң шашым бөксеме түсіп тұратын. Бекарыс белімнен қапсыра құшақтағанда, тұла бойым дір етіп, тоқ ұрғандай күй кештім. Денем бір ысып, бір суыды. Мұндай күйді алғаш рет басымнан өткеріп тұр едім. Мектепті аяқтағанша ешкімнің бетіне қарап, қолымнан ұстатып көрген емес едім. Өйткені өзімді көріксіз санайтынмын. Іштей бұйығы, тұйық болып өстім. Не досым, не құрбым болған емес еді. Тек әпкеммен ғана сырласатынмын. Сөйтіп екеуміз әуенге елітіп билеп жүріп, біраз әңгімелестік. Бекарыс: "Күмісай, ертең қалсаншы, кешке қарай келемін. Екеуміз оңаша отырып әңгімелесейік.
деді. Мен оның бұл ұсынысына қуанып кеткендеймін бе, бірден келісе кеттім. Өйткені мен оған ғашық болып қалған секілді едім. Оны қимағаным соншалық, тіпті осы әуен бітпесе екен дейтінмін. Сонымен мен қалатын болып, ертесіне кездесетін болып келістік. Той тарқағаннан кейін мен туыстарымыздың қызына мені ата-анамнан сұрап алып қалуын өтіндім. Гүлсім қуана келісті. Сенің қалғаның маған да жақсы болар еді. Мына жердің барлығын жинастырып, маған көмектесер едің. Ертең кешке дейін күтетін қонақтарымыз бар, деп мені ата-анамнан сұрап алды. Анам, жарайды, 1-2 күн бола тұр, сосын өздері әкеліп тастасын, деп әкемен бірге ауылға қайтып кетті. Сөйтіп Гүлсім киімін ауыстырып, туыс көрші келіншектермен бірге тойдан қалған тағамдарды жиып, ыдыс-аяқтарды жуып-шайып болғанымызша түннің бір уағыда болды. Ертесінде келім-кетім кісілер болып палатканы жинап, көршілерден алған ыдыс-аяқтарды тараттық. Сол кезде Гүлсім екеуміз көшенің арғы бетінде тұратын Бекарыстың үйіне үлкен-үлкен ет табақтарын апарып бердік. Бекарыс Гүлсімдерге көрші тұрады екен. Оның көрші екенін өзі маған айтпаған болатын. Оны естігенде іштей қуанып қалдым. Кешеден бері ойымнан кетпей, кешті күтіп, оны көргенше асық болып жүредім. Көрші болғаны қандай жақсы болды, деп ойлап қойдым. Оны көруге мүмкіндігім бар екен дедім. Бекарыстың үйлері үлкен екен. Сырты қоршалған, дарбазасы биік, аулалары үлкен, кең екен. Үйден орта жастағы арықтау келген Аққұба апа шықты. Гүлсім иіліп сәлем салып, апа, мынау кешегі ет табақтар ғой, әкеліп бере салайыншы деп едік, рахмет сізге, деп жатыр еді апасы. Бақытты бол айналайын, ішке ас үйге кіргізші, белім ауырып тұрғаны, деген соң табақтарды алып ішке кірдік. Менің жүрегім дүрсілдеп барады. Жан-жағыма ұрлана қарап, Бекарысты көрсем екен деймін. Ас бөлмеге кіре бергеніміз сол еді, тура алдымыздан қолында кесесі бар Бекарыс шыға келді. Екеуміздің жанарымыз түйісіп қалды. Менің екі бетім ду етіп ысып шыға келді. Сол кезде Гүлсім, қайнаға үйде екенсіз ғой, басыңыз ауырып тұр ма? деп қалжыңдап күлді. Сөйтіп еді Бекарыс, сәлем, қалайсыңдар? Иә, кеше сендердің бақыттарын үшін деп, кішкене асыра сілтеп қойыппыз. Бәкен үйде ме? деп Гүлсімнің қайнағасын сұрады. Гүлсім, иә, үйде ғой, кешке Құдайға шүкір шай береміз. Сіз де келетін шығарсыз, деп еді Бекарыс. Әрине барамыз ғой, деді. Маған қайта-қайта қарап қояды. Мен жүзімді төмен салып, өзімше ұялып тұрмын. Табақтарды қойып Гүлсімнің соңынан шыға бергенімде Бекарыс, кешке келемін, мені күт жаным, деп құлағыма сыбырлап үлгерді. Мен екі бетім алаулап, жүрегім дүрсілдеп сыртқа шығып апасымен қоштасып көшеге шыққанымызда Гүлсім маған сұраулы жүзбен, жаңа әлгі Бәке қайнаға саған бірдеме деді ме? деп сұрады. Мен қысылсам да, Гүлсімге оны ұнатып қалғанымды айттым. Кешке свиданиеге шақырғанын айтып, маған онымен кездесуге көмектесші, деп едім. Гүлсім тырқылдап күліп жіберді. Ғашықтық, махаббат десенші, деді де, күмісай, Беке сымбатты жігіт, осы ауыл-аймақтың талай сұлуларын өзіне ғашық етіп тастап кеткен. Жасы ұлғайып қалса да, әлі үйленген жоқ. Отбасы өте жақсы. Үйінде 3 ұл. Ол осы үйдің үлкені. Ата-анасы үйлендіре алмай жүр. Саған көзі түсті ме екен? Байқа күмісай, ғашық болып ертеңгі күні жылап қалма, дегенде аздап көңіл күйім түсіп қалды. Сонда да жүрек шіркін сананы тыңдағысы келмейді ғой. Сол күнгі кешті тағатсыздана күтіп жүрдім. Кешке қарай Гүлсімнің үйі көрші-қолаңға Құдайға шүкір деп бір тамақ берді. Гүлсім осы қара шаңырақтағы келін болатын. Мен оған дастархан жасасып, қонақ күтісіп көмектесіп жүрдім. Осы кезде Бекарыстың анасы маған қайта-қайта қарай берді. Жанындағы Гүлсімнің анасына сыбырлап, екеуі маған қарап бірдеңе айтып жатты. Бір кезде Гүлсім мені шақырып, сені сыртта Бекарыс шақырып тұр, үйдің артындағы бақша жақта, көп жоғалып кетпе, деп ескертіп үйден шығарып жіберді. Жүрегім атша тулап ақырын басып үйдің артына бардым. Барсам Бәкен күтіп тұр екен. Екеуміз бақшадағы тапшанда отырып біраз әңгімелестік. Қысқасы Бәкен мені ұнатып қалғанын айтып, кездесіп тұрайық дегенде,
іштей танып қалдым. Осындай жігіттің сұлтаны, осы ауылдың төлегені шынымен мені ұнатып қалғаны ма? Деп таңданғанымнан, шын айтып отырсыз ба? Деп сасқалақтағанымнан біресе сіз, біресе сен дей беремін. Ол болса күліп, маған сен дей берсенші, сіз деген сайын ыңғайсызданып қаламын, деп күлді. Сөйтіп ертесінде мені ауылға апарып салатын болып келістік. Ертесінде Гүлсімнің қайнағасының көлігімен екеуі мені ауылға үйге әкеліп тастады. Бекарыс үйімді көріп қайтарында, қайда тұратынымды көріп алдым. Осы демалыста кешке қарай келемін, жолдағы көпірдің қасында күтемін, деп уақытын айтып қоштасып кетіп қалды. Жалғасы бар.